өндірілген кез келген өнім оралып қапталуы тиіс. Себебі ол сырт пішінімен тұтынушыларды баурап қана қоймайды. Сонымен қатар маңызды функциялар атқарады. Сыртқы қаптама тауардың мөлшерленіп тұруы мен бөлініп қалуынан сақтап, өнім туралы толық ақпарат береді. Қаптама құны көбінесе тауар бағасының 3-тен 70%-на дейін жетіп жатады. Арзан, сапасыз қаптама соңынан жүгірмеңіз, себебі өнім көлікке тиеліп, тасымалданып, дүкен сөрелеріне қойылып, одан кейін үйіңізге жеткенше түрлі жағдайды бастан кешіреді. Ал алған өніміңіздің қаптамасы жыртылған немесе сынған болса, сіз қаржылық шығынға ұшырайсыз. Тауарға қажет қаптаманы қайдан алуға болады? Оны негізі өзіміз жасауымызға да болады. Егер сізде шоколад немесе батончик, мюсли секілді крафт өнім болса, онда крафт қағазы мен жіңішке арқан жіптің бумасын сатып алу қажет. Құрт, жент, ірімшік секілді көптеген өнімді мынадай сатылып жатқан пластикалық ыдыстарға салуға болады. Оның құны көлеміне қарай 10-50 теңге аралығында. Көптеген кәсіпкерлер қаптаманы өндірушілерден алып жатады. Қазақстандық компаниялар негізінен заттаңбамен қақпақ, картон қораптармен қатпар сыйымдылық жасаумен ғана айналысады. Статистика комитетінің директорына сүйенер болсақ, бүгінде Қазақстанда мұндай 56 мекеме бар. Согласно техническому регламенту безопасности упаковки, существует 9 видов упаковок. Казахстан производит активно около 4 видов упаковок. Насколько степень удовлетворенности, могу сказать, что бумажная, то есть гофропродукция у нас развивается очень активно и очень быстрыми темпами. Другие производители, к сожалению, не так активны. Почему? Потому что существует сырьевая проблема. Практически любую упаковку в Казахстане можно заказать, но здесь, как говорится, в зависимости от масштабов. Есть крупные заводы, которые производят, допустим, от 10 тысяч коробок могут производить. Или же там бутылок стеклянных. То есть это зависит от того, что вам нужно упаковать и в каком количестве. Если это торты, допустим, да, ну здесь, скорее всего, надо покупать либо на базаре, либо в специализированных магазинах, но это будут небольшие партии, как правило. Вот. А если вам нужно действительно в больших масштабах, больших объемах, то это надо заключать с заводами напрямую. Егер сізге шырын құюға арналған немесе күрделі полимерлік және металл қаптама секілді жоғары технологиялы орауыштар керек болса, онда Ресей мен Қытайға тапсырыс беру қажет. Көптеген компаниялардың сайттары мен байланыс номерлері бар. Тіпті кейбірінде тауар құнның бағасын алдын ала есептеу де қарастырылған. Мәселен, мәскеулік қаптама жасаушы компания. Өз тауарыңыз туралы деректі енгізіп, соңында қаптама құнның бағасын біле аласыз. Ал қазір назарларыңызға ресейлік қаптама өндіруші ірі ойыншылар туралы деректерді ұсынамыз. Олар қағаз, шыны, металл, пластмасса қаптамаларын жасаумен айналысады. Байланыс номерлерін ғаламтор арқылы тауып алуға болады. Сізге тек олармен байланысып, прайсын, яғни бағасын сұрау қажет. Қытайлық компаниялар болса, заманауи технологияларға инвестицияны аямай құйып, өнімдердің жаңа түрлерін игеріп жатыр. Олар негізінен қағаз және пластмассалық ыдыстар жасайды. Сонымен сіз сүт өндіретін болдыңыз және қаптаманың бірнеше таңдау мүмкіндігіңіз бар. Өндіріс көлемі үлкен болмаса, сүтті пакеттерге құюға арналған автоматты сатып алуыңызға болады. Ондай автомат құны 2 миллион теңгеден басталады. Ал полиэтилен қабықшаның 1 килограммы 1000 теңге, онымен 24 пакетті орауға болады. Қорта есептегенде бір пакет құны 30-50 теңге шамасында болады. Пластикалық бөтелкелер жеңіл, қолдануға ыңғайлы және арзан. Бір бөтелкенің құны 20 теңгеден басталады. Шыны бөтелкелерде сүт құюға жақсы, бірақ ауыр, сынғыш және арзан емес. Бағасы көлеміне қарай 70-150 теңге аралығында. Қытайда оны 18 теңгеден де алуға болады, бірақ ол үшін үлкен көлемде тапсырыс беруіңіз қажет. Картон пакет немесе тетрапакет бүгінде өте танымал. Құрылымы жақсы, тасымалға ыңғайлы, тек бар кемшілігі бағасы қымбат. Бір данасы 50-60 теңге аралығында. С точки зрения вопроса, где купить ее, вы знаете, опять же от количества зависит. Если вам нужно большое количество, вам надо обратиться в нашу ассоциацию упаковщиков Казахстана, мы вам дадим контакты, вы будете встречаться с заводами, они для вас будут разрабатывать клише, дизайн, промышленный дизайн, и затем будут для вас делать упаковку
который вам нужно, если это в большом количестве. Если в малом, то, конечно, вам надо идти на рынок, на розницу, где-то специализированные магазины, и где вам будет небольшие количества делать, как экспериментально. Может, вам 10 коробок нужно или 50 коробок. Бұрын адамдар тауар сатып аларда алдымен оның бағасына назар аударса, қазір өнім туралы барлық деректі білгісі келеді. Бұл ретте таңбалаудың алар орны ерекше. Маркировка – это вся достоверная информация о выпускаемой продукции. Значит, слово ключевое – достоверное, да? Если, допустим, производитель выпускает продукцию пищевую, скажем, да, то, естественно, оно будет регламентироваться рядом законодательств, в том числе законом о защите прав потребителей. Таңбалаудағы негізгі мақсат тұтынушыға өнім туралы толық және сенімді ақпарат беру. Тауарларды таңбалау Қазақстанның тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңымен және 2016 жылдың 15 қазанында бекітілген өнімдерді таңбалау жөніндегі техникалық регламентпен реттеледі. Тағам өнімдерін таңбалауда мынадай негізгі деректер қазақ және орыс тілінде жазылуы қажет. Тауар атауы, өндіруші туралы деректер, шығарылған елі мен өндірілген орны, тауар сәйкес келетін стандарттар, сертификатталған туралы ақпарат, өнімнің дайындалған және қапталған күні, жарамдылық және сақтау мерзімі, салмағы, көлемі, құрамы, тағамдық құндылығы, қолдануға болмайтын жағдайлар, сақтау шарты, дайындау шарты, өндірушінің тауарлық белгісі. Егер өнім басқа мемлекетте дайындалса, сол өнімге қатысты тұтынушылар шағымын Қазақстан Республикасы аумағында қабылдап алушы мекеме туралы деректер. Сонымен қатар, ақпарат жазылған қарып көлемі 2 мм-ден кем болмауы тиіс. Біздің алдымызда салқындатылған 3 тауық өнімі тұр. Бірінші өнімнің ешбір мәліметі, тіпті қаптамасы да жоқ. Екіншісінің қаптамасы бар, бірақ өндірілген күні туралы мәліметтен басқа ешбір ақпарат жоқ. Оның өзі анық көрінбейді. Тек үшінші тауардың ғана өнімнің таңбалануына қатысты техникалық регламент талаптары сақталған. Тұтынушылар соңғы нұсқаны таңдауы мүмкін. Сонымен қатар, мұндай өнімді экспорттауға болады. На сегодня потребитель, если не каждый, но в основном потребитель сегодня очень даже информирован, он умеет читать маркировку. Он может не купить вашу продукцию, если, допустим, уже один раз попробовал, и она не соответствует этой информации. Поэтому производитель в этом случае, для него даже не сколько штраф опасно, а сколько он потеряет своего потребителя, своего покупателя. Тауарыңызды қаптап болғаннан кейін, аккредиттелген зертханалардан өнімнің адам денсаулығына және қоршаған ортаға зияны жоқтығын растайтын сәйкестік сертификатын алуыңыз керек. Сертификаттаумен ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы айналысады. Оның 18 филиалы мен 21 аккредиттелген зертханасы бар. Дайын өнімді сертификаттау туралы қосымша ақпарат алғыңыз келсе, біздің нөмірі 10-шы сабағымызды қарасаңыз болады. Сонымен қорыта айтқанда, қаптама сіздің өніміңізге сәйкес болу керек және арзан, берік, сапалы болуы тиіс. Қарапайым ораманы өзіңіз жасай аласыз. Оны базардан да сатып алуға болады, немесе қазақстандық өндірушілерге тапсырыс беріңіз. Неғұрлым күрделі қаптама Ресей мен Қытайда жасалады. Өнімнің таңбалануы заңға сәйкес болуы керек және сіздің өніміңіз туралы сенімді ақпарат болуы қажет. Келесі сабақта кездескенше.